Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге осындай мастикамен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Бұл тортты безендіруде өте ерекше әдемі көрінеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге мастика қажет. Мастиканы арнайы кондитерлік дүкендерден сатып ала аласыздар. Мастиканы алып, осылай қолымызбен жұмсартамыз. Қолымызда ешқандай да дақ болмауы қажет. Майдың, бояғыштың ешқандай да дағы болмауы қажет. Және де мастиканы алып, осылай екіге бөлеміз. Және де біреуін қолымыздың көмегімен осылай дөңгелетеміз. Бір жағы жұқа, бір жағы қалыңдау болуы керек. Видеода көрсетілгендей осындай болып шыққаннан кейін екіншісіне дәл солай жасап шығамыз. Және де екеуін алып, дәл осылай айналдырамыз. Жаймен айналдырамыз. Біз бас жағын қозғалтпауымыз керек, тек қана қалың жағын айналдырып отырып істейміз. Және де осындай әдемі өрнек шығарамыз. Енді артық жерін алып тастаймыз. Бас жағын түйеміз. Осылай таяқшаның көмегімен мастикамыз торттың бетінде құламай тұру үшін таяқшаның көмегімен осылай қадаймыз. Біздің басына дейін жету керек, таяғымыз әйтпесе құлап қалады. Енді осы мастикамызды қалғанын осылай дөңгелетеміз. Мен осындай силиконды оқтауды пайдаланамын. Егер сізде бұндай силиконды оқтау болмаса, ағаш оқтаумен істесеңіз болады. Және де жабыспасы үшін сіз осындай крахмалды пайдаланыңыз. Жүгері крахмалы міндетті түрде ұнмен немесе жүгері ұнмен, күріш ұнмен, ешқандай да ұнмен алмастыруға болмайды. Бұл ПП ғана емес, жалпы өзін дайындаған кезде де солай жүгері крахмалмен дайындайды, ол міндетті. Осылай илеп алғаннан кейін осындай құлақ тәріздес етіп кесіп аламыз. Қолымызда ешқандай да дақ болмауы керек. Қайтадан ескертейін. Мен тапсырыс бойынша дара мүйізді жылқының түрінде дайындадым. Сіздер бұны өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертіп жасасаңыздар болады. Егер де қалайтын болсаңыздар, мен дәл осы мастикамен қалай сурет түсуге болатындығын, яғни бетіне қалай сурет жабыстыруға болатындығын көрсетемін. Ол үшін пікірге қалдырыңыздар. Қызық болса, видеоның астына жазып кетіңіздер. Осылай біз екі құлақ жасап аламыз. Видеода көргендеріңіздей біз бір құлақты дәл сол пішінде етіп кесіп алған кезімізде ортасына крахмал септік. Ол міндетті. Енді қалған мастиканы осылай қызғылт түске бояймыз. Ол үшін әрине бізге бояғыш қажет. Сіздер боямасаңыздар да болады. Менде заказ бойынша бояу керек болды. Осылай қолымызбен жаймен араластырамыз. Оны міндетті түрде ақ мастикамен жұмыс жасап болғаннан кейін барып бояуымыз керек. Оған дейін мүлдем бояғыш пайдаланбаңыздар. Негізі мастиканы таңдаған кезіңізде міндетті түрде қараңыздар. Мен көрсеткен мастиканы сатып алыңыздар, мүмкін болса. Себебі ол мастика жұмсақ болып келеді. Қатты мастикаларда болады. Мен ең алғаш қатты мастиканы алып, кейін пайдаланғым келмейтіндей болып қалған болатынмын. Енді осы қызғылт түсті мастикамызды жаямыз. Кәдімгі қамыр илеген секілді жаямыз. Кейін осы кішкентай етіп, жаңағы ақ мастикадан кішкентай болатындай етіп, осындай қызғылт
ішкі құлағын жасаймыз. Жиегін осылай пышақтың көмегімен тегістейміз өзіңіздің қалағаныңыз бойынша. Оңай тегістеледі. Және де егер осындай мен секілді астына силиконды дастархан пайдаланатын болсаңыз, немесе кез келген дастархан пайдаланатын болсаңыз, міндетті түрде пышақты жаймен алыңыз, себебі сіздің кесіп жіберуіңіз мүмкін. Осылай екіншісінде бастырып аламыз. Міндетті түрде арасына крахмал себу керек, әйтпесе мына жердегідей жабысып қалады. Енді тегістейміз. Енді біреуін алып, кішкенесін осылай ұзартамыз. Кішкентай болғанша дейін ұзартамыз, жіңішке болғанша дейін. Одан кейін өзіміздің қалағанымызша кесіп аламыз. Бізде бұл көз болады. Көзді мен ашып тұрған етіп салмаймын. Көзі ұйықтап жатқандай жұмылып тұрады. Осылай кірпігін жасауға тағы кішкенесі қажет. Енді осылай көзін жасаймыз. Көзі бізде осылай кірпігімен болады, өте әдемі көрінеді. Осылай кірпігін жасаймыз. Барлығы видеода түсінікті деп ойлаймын. Кішкентай бөлігін тек жиегіне жабыстыра қоямыз. Сонымен біздің барлық мастикадан жасалған мүшелеріміз дайын. Енді қолымызды сулап аламыз және де осы екі құлағымызды, біреу ішкі құлақ деген секілді, кішкентай құлақ пен үлкен құлақты бір-біріне жабыстырамыз. Ол үшін кәдімгі суды аламыз. Суға қолыңызды кішкене жуып аласыз, сулап аласыз, және де осылай мастикаға жағып жабыстырасыз. Ақ түсті мастикаға мүлдем жақпаңыз, тек қана қызыл түсіне жағыңыз. Осылай үстінен басасыз. Енді осы кішкене кепкен мастикамызды осылай жиегін қайырамыз. Бұл әдемілік үшін, кәдімгі құлақ секілді көріну үшін осылай қайырамыз. Және де тағы да бөлме температурасына қойып қоямыз. Бізде бұл кебуі керек. Немесе тоңазытқышқа салып алсаңыз болады. Енді осындай таяқшаның көмегімен саламыз. Ешқандай шығып кетпеу керек сыртына. Қарап отырып осылай саласыздар да қойып қоясыздар. Барлығы өте оңай, тек талпынысыңыз болса болғаны. Бұл менің бірінші рет жасағаным. Жақсы шықты. Өзіме ұнады. Сонымен біздің құлағымыз, көзіміз және де мүйізіміз дайын. Енді тек бұны торттың бетіне орналастыру қалды. Торттың бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша орналастырасыз. Мен тортты осылай безендірген болатын, креммен, беземен, және де осылай ортасына, жиегіне орналастырдым. Көзді жабыстырасыз. Көзді жабыстырған кезде мен сіздерге ескертерім, мастиканың негізі шоколадқа кішкене жағып алған жақсы сияқты. Себебі мен байқадым, біздің мастикамыз ағып бастайды екенде. Осы біздің кремчездің құрамында су болғандықтан. Сондықтан менің қателігімді қайталамаңыздар. Сонымен біздің тортымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі видеода жүздескенше.